Қайырлы күн. Кейбіреу сенің мәселеңді білет, кейбіреу білмейді, кейбірі тіпті қозғайтында мәселе емес, өзінің жеке проблемасын неге бұл жерге алып шықты деп. Қаншалықты саған осындай сыни пікірлер түсіп жатады, шыныңды айтшы? Мен негізінде жеке бас проблемаммен келген жоқпын. Мысалы, енеммен ұрысып қалған, балалармен араздасып қалдым деген сияқты, мысалы, ондай емес менің проблемам. Менің мәселем жол апатына түсіп, біздің қылмыстық іс болған. Сөйтіп қылмыстық іс болғаннан кейін ол бала алдыма келіп кешірім сұраған соң мен кешірім бердім. Сөйтіп кешірім берген соң бірінші қашып кетіп отыр ол жол апатына түсірген бала. Одан кейін мен қайтадан арызды тастағанда прокуратураға ол амнистияға түсіп отыр. Бірақ маған сол заң органдары айтты, амнистияға түскенімен бұл тек оны қылмыстық жауапкершіліктен босатады. Ары қарай сіз азаматтық жауапкершілікке тарта аласыз деді. Уголовный деп айтады орысша, уголовный ответственностьтен, жауапкершіліктен оны босатады. Ары қарай азаматтық міндеттемесін, азаматтық сотпен міндеттемесін қудалауыңызға болады деді. Сөйтіп ары қарай өстіп азаматтық іс бойынша енді қарастырып жатыр. Қылмыстық іс енді азаматтық іске ауысып кетіп отыр. Асима Қожабай, осы Әйгерім-ау деймін, ішіндегі дені дұрысы дейді. Кейіпкерлердің ішіндегі деп жатыр ғой деймін. Мына журналист дұрыс сөйлеу білмейді деп көп рахмет. Жоқ, өйтіп айтпаңыздар. Бұл кісі менің редакторым. Маған үйретіп жүрсе жақсы болатын еді. Менің редакторым бұл кісі. Камила Халмұратова, міне бағдарламадан үй алу үшін келгені белгілі дейді да саған. Осылай дөп басып, пішіп айтып жатыр да. Неліктен саған ондай оймен жазады? Жоқ, көрермендер қателеседі. Аллаға шүкір, осы жылы наурыз айында, 1 наурызда өзімнің пәтерімде көктемді қарсы алған болатынмын. Балаларымның несібесіне үйлі барандымыз. Демек өзіңнің үйің бар. Иә. Үйге мұқтаж емессің. Иә. Әйгерім өте әдемісіз дейді Жанат Құмархан. Алида Тілеубердина, қылмыстық іс болса, бұл бағдарламаның қатысы қанша, сотқа бармайсың ба дейді. Қылмыстық іс болғанда, ол қазір қылмыстық іс емес, қылмыстық істен азаматтық іске ауысып кеткен. Енді осыны қудалау мақсатына азаматтық жауапкершілікке тарту үшін осы бағдарламаға келдім. Бағдарлама туралы айтып жатсың ғой, кейбір көрермендер, қазір 2000-нан астам көрермен отыр ғой, қарап, оқып, көбісі сынайды, бәлкім кейбір ақпарат дұрыс білмейді, өтірік деген сияқты сенімсіздік көбісі танытады. Сен қаншалықты естіп жатасың осындай пікірлерді? Өзім мәселеме қатысты сенемін. Мысалы, күмәнмен көбісі шешіледі деп ойлайсың ба, шешілмейді ғой, жүресің ба, үйтесің ба деген сияқты мысалы. Жоқ. Мысалы, сен сенгендіктен келіп отырсың, осы жерде сенгендіктен жүрсің, көзің жеткендіктен жүрсің. Жалпы айтып жатыр ғой, бұл бағдарлама шоу ма, кейіпкерлер, жаңағы актерлер ме деген сияқты мәселелер айтылып жатыр. Жоқ, мені егерде бұрын соңды танитын адамдар болса, ол біледі, шынымен де менің өмір тарихымда осындай мәселе болды. Жол апатына түстім, үлкен сынақ алдым. Бұл барлық бағдарлама 100% шынайы деп мен өз басыммен айта аламын. Назгүл Әбдібекова, Әйгерім өте сабырлы, көзі ашық қыз екен дейді. Сен қыздар институтында оқыдың. Дәл қазір осы уақытқа дейін өзің шәкірт тәрбиелейсің, дұрыс па? Қыздар педагогикалық университетінде ұлттық оқыдым, магистратураны бітірдім. Қазір шәкірт тәрбиелеймін, Алматының бір жоғарғы оқу орнында оқытушымын. Жансая Құлжанова, Әйгерім өтірік отыр бұл бағдарламада дейді. Құрметті көрермендер, Әйгерім жауап берді. Не үшін отырған, не үшін келген. Жанар қайда дейді, Раушан қайда дейді, оның бәріне жауап беріп жатырмыз. Жалпы кейіпкерлермен үлкенісі бар, кіші бар, жалпы бір үйдің балаларындай арақатынастарың жалпы қалай? Бір үйдің балаларындай араласасыңдар ма? Тек әлде осы жерде ғана, одан кейін мүлдем араласпайсыңдар ма? Жоқ, біз шынымды айтсам араласпайтын адамдарым, менің өзімнің араласпайтын адамдарым бар. Соның бір Ержан ғой демек, қателеспесем. Сондай ма? Ержан енді сөзі тұрақсыз ғой, біресе көл, біресе шөл. Жалпы қазақ халқы ер азамат балаға өте үлкен кешіріммен қараған ғой, сөйтіп бәріміз онша мән бермейміз Ержанға. Бірақ мысалы Хадиша тәтемен жақсы араласам, Абай ағамен сыйластығымыз жақсы. Түсінікті.
Айгерім өте ақылды дейді Жанар. Жалпы саған эфирден тыс жеке нөміріңе хабарласып, мазалап, болмаса көмектесеміз деп хабарласатындар бар ма, жоқ па ондай? Жоқ, ондай болған жоқ. Және де осы бағдарламаға рахмет. Ондай ешқандай